Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Көңіл-күйлерің қалай балалар? Жақсы. Бүгінгі сабақта кім көшбасшы болғысы келеді? Ал Мақсат келе ғой. Бүгінгі сабаққа Мақсат қандай болғанын айтады екен? Біз ақылдымыз. Біз ақылдымыз. Біз алғырмыз. Біз алғырмыз. Біз ұйымшылмыз. Біз ұйымшылмыз. Жақсы Мақсат отыр. Мақсаттың ұранын ұнады ма сендерге? Онда қол шапалақтап қойыңдар. Жақсы, онда осындай көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз өткенде қандай тақырыптармен таныс болдық? Кім айтады? Ал Мақсат айта қойшы. Біз өткен тақырыптарда жіктеу, сілтеу, сұрау, болымсыздық, белгісіздік, мағыналық түрлерімен таныстық. Жақсы. Енді осы есімдік түрлерін тағы қайталап есімізге түсіріп алайық. Ол үшін сөздер банкасы деген әдісті қолданамыз. Сендерге есімдіктің барлық түрлері мысал берілген банка берілген. Соған мынай банкада көрсетілген сәйкесінше есімдіктің түрін тауып, тапсырманы орындауымыз керек. Бірінші топ жіктеу есімдігін табады, екінші топ белгісіздік есімдігін табады, және үшінші топ сілтеу есімдігін табу керек. Жақсы, бұл топтық жұмыс балалар, бастаймыз жұмысқа. Бірігіп топпен жұмыс жасайық. Болып қалып па балалар? Болды. Жақсы балалар. Балалар, топпен жұмыс істеп болды. Бірінші болған топ, үшінші топ екен. Қана сілтеу есімдігінің анықтамасын айтып, мысалдарын оның бірінші топ тексереді. Жақсы айта ғой. Кім айтады? Сілтеу есімдіктері зат пен құбылыстың нақты атамай, оны нұсқап, меңзеп, нақтылап, сілтеп атайтын есімдік ол сілтеу есімдігі. Мысалы, анау, сол, ол, әне деген мысалдар. Жақсы. Үшінші топты бірінші топқа қарайды. Егер де барлығы дұрыс деп ойласаңдар, ережесі және тексерген жаңағы мысалдары дұрыс болса, 3 шапалақтаймыз. Біраз қателері болса 2 шапалақ, қателері көбірек болса 1 шапалақ. Бағалаймыз. Жақсы, бұл бірінші топтың жұмысы өте жақсы деген сөз. Балалар, жаңа өздерінің суретте көріп болжағандай, біздің тақырыбымыздағы да арал жайында болады екен. Тақырыбымыз сулы жер, нулы жер, жалпылау және өздік есімдіктері. Мақсатымыз тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру, сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есімнің орнына қолдану екен. Балалар және бейнетаспада өздерінің материалда тыңдағандары бойынша Арал теңізінің кешегі мен бүгінгі жай-күйін саралап жазамыз қазір. Кешегі Арал теңізі қандай еді, бүгінгі Арал қандай деген. Бұл жеке жұмыс, әркім өзінің дәптеріне орындайды. Жаңа бейне материал тыңдадық. Сонда деректерді саралап келіп, өзіміз жазамыз. Ал балалар, жазып болсаңдар, кім оқығысы келеді өзінің жұмысын? Ала жар оқи қойшы. Кешегі Арал теңізі ауданы бойынша 4-ші орында болды. Тереңдігі 60 метр, 30-дан астам балық түрі болды. Жақсы. Бүгінгі күйін кім айтады? Алнұр айтады ғой. Бүгінгі күйі Арал шөлден зардап шекті. 80-ші жылдарда су деңгейі төмендеген. 3-ші балық түрлері азайды. Жануарлар мен құстар қашып, өсімдіктер азайды. Шаңды боран көбейді. Жақсы, балалар енді тақтадағы дұрыс жауап беріп салыстырып, өздері бір-бірімізді тексереміз, дәптерлерімізді айырбастаймыз көршімізбен. Болған 2 балл жинауымыз керек болған. Тексере қойыңдар.
Егер де осы мәліметтер бар болса, Арал теңізінің кешегі күйі 1 балл болады. Бүгінгі Арал күйінде осы мәліметтер бар болса, 1 балл болады. Барлығы 2 балл. Егер біреу жоқ болса, 1 балл. Бір-бірімізді бағалайық. Жақсы балалар, енді екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада жалпылау өздік есімдіктеріне сұрақ қойып, олардың сөйлемдегі қызметін анықтаймыз. Яғни бүгінгі өтіп отырған жалпылау өздік есімдіктері сөйлемде қандай қызмет атқарады екен, жаңа тақырыптан қалай түсіндіңдер, соны енді тапсырмада орындаймыз. Ол үшін балалар сендер мынандай балл аласыңдар. Есімдіктің түрін ажыратады 1 балл, есімдікке сұрақ қойғандарына 1 балл, және сөйлемде қызметін анықтағандарына қандай қызмет атқарады, бастауыш па, баяндауыш па, анықтауыш, тоқтауыш, пысықтауыш па, ол 1 балл болады екен. Барлығы 3 балл жинауларың керек. Ал орындайық. Балалар, бұл жүптік жұмыс, жұмымызбен жасаймыз тапсырманы. Бұл екеуін орындайсыңдар. Мына жерде сөзді табамыз, сөйлемнен сұрағы және қызметі. Ана сұраққа жауап берсе, қандай қызметтен табады? Балалар, болдық па? Бұл жүптік жұмыс болады. Жұмысымен жұмыс жасадық. Қай жұп бірінші айтқысы келеді? Ал айта ғой. Ажар мен Жанай тапсырмаларымды. Бірінші сөйлемде сөз өзіне, есімдік өздік есімдігі. Сұрағы кімге? Қызметі тоқтауыш. Қандай атқалы? Үшінші сөйлемде өзі есімдігі, өздік есімдігі. Сұрағы кім? Қызметі бастауыш. Төртінші сөйлемде өзіне, өздік есімдігі, сұрағы кімге? Қызметі толықтауыш. Бесінші сөйлемде өзі есімдігі, өздік есімдігі. Сұрағы кім? Бастауыш. Тыңдайық балалар. Алтыншы сөйлемде барлық, жалпылау есімдігі, сұрағы қай, қызметі анықтауыш. Қандай дауылпаз? Дауылпаз. Қандай керней? Барлық керней. Қандай қайдағы сұраққа жауап берші? Ол не қандай екен? Анықтауыш. Анықтауыш қызметін атқарып тұр екен. Жақсы, отыра ғой. Балалар, бұл жүктік жұмыс, жүктар бір-бірін бағалайды. Сосын топ басшысы әдеттегідей бағасын қойды ұмытпаңдар. Сонымен балалар, бүгін қандай тақырыппен таныстық? Жалпылау және өздік есімдігімен таныстық. Бүгінгі тақырыпты қаншалықты меңгергенімізді анықтап алу үшін тағы шағын тест орындаймыз. 7 сұрақтан тұратын. Бұны әркім өз дәптеріне орындайды. Жеке жұмыс. Артынан дискриптор бойынша бағалаймыз. Бұл жерде 1-2 балл жинасаңдар 1 балл болады, 3 пен 5 баллдың аралығы 2 балл, және 6 мен 7 баллдың арасы қанша балл болады? 3 балл болады. Барлығы 3 балл жинауымыз керек. Ал бастаңдар. Жалпылау есімдігін табыңыз. Бірінші сұрақ. Тек нұсқасын ғана жазамыз. Керек нұсқаны 1А деген сияқты. Жақсы балалар, бүгінгі сендердің сабақтан алған әсерлерімді білімге тұр. Сондықтан маған рефлексия 3-2-1 деген тапсырманы орындап бере қойыңдар. Бұл жерде сабақтан қандай маңызды 3 ақпарат алдыңдар, өздеріне пайдалы болған қандай қиындық кездесті, және сабақта не нәрсе сендерге ұнады. Жақсы, жаза